Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгін біз мінекей баламыз екеуміз 4-ші бөлім математика оқулығы 4-ші бөлім. Мінекей 3-ші сынып 4-ші бөлімде бізде 143-ші сабақта 9-ші есепте берілген құю есебі берілген екен. Яғни мінекей бөшкеде 28 литр су бар. Сыйымдылығы 7 литр шелек пен 4 литр ожауды пайдалану арқылы біз 6 литр су құйып алуымыз қажет екен. Ол үшін оны қалай құйып аласыздар деп тұр. Және мына кестені пайдалан дейді. Мінекей осы кестені пайдалану арқылы мына жерде қазір қара 28 литр бөшкеде 28 литр су бар, бізге берілген 7 литр мен 4 литр шелек берілген екен. Қандай ручкамды. Мінекей осы екеуін пайдалану арқылы біз 6 литр су құйып алуымыз керек екен. Ал қанекей көрсетші, қалай құйып алуымыз керек екен. Бөшкеде 28 литр бар. Бірінші біз үлкен санды бірінші жазып аламыз. 7 литр деп, одан кейін 4 литр деп жазып аламыз. Енді екеуіне 0 қоясың, 0. Себебі олар бос шелектер. Бөшкеден наған қоямыз. Сонда бұда 7, 0 қалады. Анау 0 болып тұра береді, дұрыс. Сосын аны 4 литр ожауға құямыз. Бізде ожау деп берілген екен. Мынада 4 болады. Жерде қанша қалады? 3 қалады. Ал енді шелегіміз толса не істейміз? Оны қайтадан бөшкеге құйып құя саламыз. Сонда бөшкеге құйған кезде не қалады? 0 қалады. 0, 3. Сонаған құйғанда нады 3, нада 0 болады. Қай жерде 0, яғни бос шелек болса, соған қайтадан бөшкеден құйғанда нада 7, нада 3 болады. 7-ден наған құйған кезде 1 литрін құямыз. 1 литрін құйғанда нада 4 болады, нада 6 болады. Тамаша. 6 литр суды құйып алдық, Қаншасыншы қадамда? 7 қадам жасау арқылы біз өзімізге қажетті 6 литр су құйып алдық. Тамаша.